Жер жәннаты Жетісуда, тылсым табиғат жаратқан жауһарлардың бірі. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында орналасқан Ерен тоғайы. Бұл облыстың күре тамыры саналатын Іле өзенінің бойындағы өлкеміздің бойтұмары сияқты жаратылыстың ерекше құбылысы. Деректерге сүйенсек, Ерен тоғайы Жетісу жерінде неоген кезеңінен сақталып қалған табиғаттың таңғажайып сыйы. Тоғай Алматы облысындағы Сарытоғай елді мекеніне жақын жерде орналасқан. Құрметті көрермен, дәл қазір Шарын ұлттық саябағының құрамына кіретін таңғажайып табиғаты мен керемет көрінісі бар Ерен тоғайдамыз. Бүгін бізде қонақта Қазақконцерт концерттік ұйымының әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Айжан Нұрмағанбетова. Түсірілім осы жерде бола ба? Иә. Қош келдіңіз, Айжан ханым. Қайырлы күн. Көңіл күйіңіз қалай? Жаман емес, шүкір. Шарын ұлттық саябағының құрамына кіретін Ерен тоғайына қош келдіңіз. Енді қалада немесе жаңағы үлкен концерттік сахналарда емес, осындай табиғат аясында кездесудің өзі бір ғажап қой. Әрине. Енді бүгін бір осындай бір еркін сұхбат болмақ. Тек қана шындықты айтамыз. Тек қана шындықты? Иә. Тырысамыз. Соңғы рет осындай емін еркін сұхбатты қашан бердіңіз? Осы хабар телеарнасында керемет жоба болған. Бірнеше жыл бұрын туған өлке деген. Туған өлке дегенде маған өте қуанышты болды жоба. Неге десеңіз, осы бәр жұлдыздардың елінен, жерінен 1-2-3 жұлдыз, е? Ал мен Қостанай жерінің елінің бір ғана о кезде, қазір енді жастар келіп жатыр ғой. Қазір енді Қостанай елінің Сүндет Байғожин, Әміре деген әншілер. Ал сол бағдарлама түсірілгенде жалғыз мен өзім болдым. Сонда жарты сағат болатын бағдарламада 15 минуттан бөлейтінді. Даже Семейге барғанда Роза мен Майра екеуі 15 минуттан бөліп сондай бағдарлама болған. Ал мен Қостанайға барып, рахаттанып, жарты сағат өзіме арналды. Сонда қай жерде болмадым, қалада да болдым. Ең біріншіден әрине самолеттен шыққанда, мен акиматқа звондағанда айтқамда, мінекей мен екі атамды көрген жоқпын. Бірінші әке жағымнан атамды, ол деген әкемді 14 жасында әкесі қайтыс болған екен. Сонда бірақ ана жағымнан атасын да әжесін де көрген жоқпын. Неге десеңіз, анам өзі 2 жаста болғанда анасынан да, ал әкесін ат тастаған. Жаудың қызы деп, мінекей сіздердің алдыңызда жаудың немересі отыр. Қай жерде көрген жерінді білмейміз. Сондай ғой. Сонда мен еліме, жеріме енді 9 жасымнан Алматыға тұрғасын, енді ата қалғаннан кейін, шақырғаннан кейін қаншама жыл өтті. Сонда еліме бара жатырып, сонда айттым, самолеттен шыққанда мен ең біріншіден сондай оқиғада қаза тапқан азаматтарға қойған ескерткіш болса, сол ескерткішке мені апарыңыздар. Соған гүл апарып, мінекей сондай атама қай жерде жатқанда сүйектерін білмегесін, сол жерге барып гүліммен бардым. Сол атама енді. Сұхбатыңызды содан бастадыңыз? Сұхбатты содан бастадым. Сонда біздің жерімізден Серікбай Оспанов деген керемет ақын бар ғой. Сол ақынның сөзіне жазылған арнайы өзімнің Шелезенім бар, е? Сол Шелезенімді. Сон концертті бердім. Анау джип жасайтын жерінде де болдым. Бірақ менің 1-2 сыныпты бітірген Урицкий деген жер Сарыкөл дейді қазір. Енді Сарыкөлге сол жаққа барғанда, екінші соны мешітке де кірдім. Сол бәрін еткенде, бірақ сол жердің, елдің, менің елімнің табиғаты березовый рощи деп айтады ғой. Ели дейді, сосновый бор. Сонда керемет
средняя полоса России деген сөйтіп айтатын, сондай табиғат. Бәрі біледі ғой, енді Қостанай деген ол нанның отаны. Әрине. Сонда мінекей менің таңғалғаным, біздің елімізде, жерімізде айтам ғой, мен бәрін орысша бітірдім ғой. Мектепті де, университетті бәрі біледі. Енді орысша бітірген тележурналистика деген мамандығым бар бірінші. Соны айтам, Алматыда таңғалдым мен. Менің елімде, жерімде орыстардан немістер көп жер ғой енді. Сонда мінекей Алматыда менің таңғалғаным, бәрін орысша бітірсем де, өз тілімді, ана тілімді әлі ұмытқан жоқпын да, ешқашан ұмытпаймын да. Неге десеңіз, әжемнің қолында 7 жасқа дейін әжемнің қолында болғам. Әжем деген бір сөз орысша білмейтін сондай әжем болған. Қарапайым қазақтың ауылдағы қазақтың. Бәріміз қандай, мінекей бәрі айтады ғой, Леди Гага дейді, қазір Q-pop мама дейді. Сөйтіп айтып жүргенде бәріміз қайдан шықтық? Ауылдан шықтық. Ал енді сондай бір сіздің киіну ерекшелігіңіз бөлек. Әнекей басталды айттым ғой. Басқа өнер адамдарға қарағанда, Оны жалғыз біз ғана емес, оны бүкіл ел, халық білет. Сізді ерекше көрген кезде танымай қалмайды. Танымай қалмау мүмкін емес. Бірден таниды сіздің киіміңіз, сіздің әндеріңіз. Қайдан келді деп сондай сұрақ қояйын деп жатсың. Менің қойғым келіп отқан сұрағым, сіздің келініңіз бар. Келін түсірдіңіз, сіз. Сіз қандай енесіз? Осы қызықта бізге. Ең біріншіден айтайын, ерекше болғым келеді. Неге десең, кішкентай жасымнан ерекше болғым келеді. Басқаларға ұқсамайтын. Анам мінекей 2 жастан жаудың қызы деп сондай 16 жасқа дейін өзінің фамилиясын ала алмай, енді әкесінің реабилитация болған, содан кейін алған. Менің анамның шебер деп айтуға болады. Бір түнде өзіне ертең той болса, бәрін шақырады ғой, сонда көйлегі болмаса, бір қандай мата тапса, сондан бір түнде өзіне көйлек тігіп алатынды. Сосын келесі тойдан кейін суреттерді қараймыз ғой. Сонда анамды солардың ішінде іздегенде, тпай, ең сұлу менің анам, қолы шебер менің анам, қолынан бәрі келеді. Мені бәріне үйретті. 6-шы сыныпта мен ең бірінші өзіме көйлек тіккенім, неге десеңіз, тағы да айтайын. 1 майда, мамырда сондай балаларды жібереді ғой, парк бөлке дейді. Бізде қолына 3 сом береді да, оған шашлык, лимонад сөйтіп алсаң, сонда керемет көйлек сатып алып береді ғой. Сонда паркқа барсаң, ана жерде бір қыз, 10 шақты қыз көресің сондай көйлек, үйге келіп жылаймын. Неге маған сондай көйлекті? Сонда енді не істейді? Сонда анам тігіп жүретін маған. Мектепке барғанда, мынандай сарафан тігіп бер, мынаны істеп бер. 6-шы сыныпта айтты. Мультфильм бар ғой, вот те корова, вот те ведро. Сонда мына тойына берген қайнағасының машинкасы бар, мынандай қолмен жасайды. Сонда бүйтіп менің алдыма қойып, өзің енді үйрен, тік деп. Сонда 6-шы сыныпта мен өзіме қарапайым, керемет өзім қарапайым көйлек тіктім. Қарапайым болса да ешкімде ондай болған жоқ. Ал енді ене деп айтсаң, біздің семьямызда кішкене тәрбие басқаша, Орысшалау ма әлде қалай? Қазақтың салт дәстүрін ұстанасыздар ма? Әрине. Менің әжем, мен кішкентай кезімде ораза ұстайтын, 5 рет намаз оқитын, ең сүйікті келіні менің анам болған. Сарамғайда дейді. Менің анамның есімі Сара. Ер азаматтардың ішінде идеал сізге кім дегенде менің әкем деп айтам. Бір сұхбатта сөйтіп айтым, ең сүйікті ер азаматым ол менің балам дедім, ұлым дедім. Ең идеал ер азаматтардың ішінде менің әкем деді, сонда менің жолдасым ренжіп қалды. Мен онда кім болдым? Сол деген мінекей біздің үйімізде ешқашан мынау әйелдің жұмысы, мынау ер азаматтың жұмысы деп ешқашан. Менің әкем мен анамның арасында сондай махаббат болған шығар енді. 25 жылға дейін үйленбей жүрген. Неге үйленбейді десе, өзім табам, өзім үйленем де. 18 жастағы менің анамды тауып алып, өзі мен білем деп осы үйленгені. Мінекей сонда сіз анаңыз керемет келін болды. Керемет келін болды. Өзіңіз айтып отырсыз. Мені де солай тәрбиеледі. Біздің үйде, семьямызда сондай айырмашылық жоқ. Айтып отырмын ғой, анам бір неме жасап жатса, кір жуып жатқанда әкем келіп суын көмектесіп жүреді. Сөйтіп жүретін. Содан соң мінекей менің де енем бар ғой. Сол қойылмай отқан сұрақ, сол сіз қандай ене болдыңыз? Қандай келінсіз? Мен келін болғанда бәрі айтады ғой,
менің семьям кішкене басқа тесттарға жатпайды. Менің жолдасымның бірінші семьясынан баласы қалған, сол енді үйленгенде келінге ренжігенде сонда айтқан сөзі. Мен қаншама жыл Айжанмен тұрам, қандай қабағымды түйсем де ешқашан бір қатты сөз естіген жоқпын деп. Сонда ғана түсінесің ғой енді. Соңында мінекей 35 жылдан астам мінекей өзімнің семьям, қасымда жолдасым. Сонда енеңнің сен келгенде былай қолын созып сені күткені, ол деген көрсеткіш, қандай мен келінмін. Ал мен өз келініме, мен ене емеспін, мен подружкамын. Менің ұлым маған ренжитінді. Маған подружка керек жоқ, маған ана керек деп сөйтіп айтатынды. Ал сол дұрыс па? Меніңше дұрыс. Мен ешқашан былай істе деп айтқан жоқпын. Өз мамандығын іздеп, өзді оқуын бәрін сондай. 13 жаста, бірақ маған айтқанда, когда орысша айтқанда, мне не холодно, не жарко от того, что ты заслуженная артистка, деп сондай, что там тебя все узнают, деп. Лучше бы ты уборщицей была, но была бы рядом со мной, деп сөйтіп айтқан сөздерінде естідім. 13 жаста сондай. Ондай да болды. Неге десеңіз, әлі де тағы да неге десеңіз. Неге десеңіз, ол біздің кезімізде гастроль деген басқаша болды ғой. Бізде бір жеті үйде 3 ай гастрольде. Бір жеті үйде 2 ай гастрольде. План. Сонда бізде гонорар деген нәрсе жоқ. Бізде анау ай сайын алып жүретін сондай ақша. Оның айлық, сол айлықтан ана подоходный налог дейді комсомольский, соны алып қойды. Бізге радио микрофон емес, анау шнур деген. Қазіргі аппаратурамен даже айырмашылығы жер мен көктей. Бізде бәрін, фонограмма деген нәрсе бізде болған жоқ ешқашан. Содан соң мінекей қазір сондай сұрақтар бар ғой, фонограмма деген нәрсені бізден неге сұрайсыңдар? Біз енді қазір бізді түртсеңіз, біз деген енді сол қалғанымен түрде айта аламыз деп сөйтіп айтатыным. Ал ол кезде бізде бәрі түрде қысты күні де, жазды күні сондай үлкен гастрольдер. Артымызда биг бенд 15 адам тұрғанда, ол керемет сондай заман болды. Бір күнде бірнеше концерт жанды дауыста беріп жүрдіңіздер. 3 концерт, суббота воскресенье дейді ғой, сенбі жексенбіде қалаларда 3 концерт бәрі деген түрде айтатын. Ал енді осы ән әлеміне фонограмма келді. Фонограмма келгеннен кейін әншісі де, әншімесі де бәрі әнші болып кетті. Бүгінгі таңда осы қазақ эстрадасының жағдайы қандай? Бір жағынан керемет, неге десеңіз, опять неге десең. Керемет, қаншама жас әншілер бар, олар бізді өздері қазіргі заман кішкене қиындау болып кетті, Ол кезде бізді ана мэтрлар көріп, естіп, ақындар, сазгерлер бізді іздейтінді, арнайы бізге әндерді жазатын. Сол кезде ғой, мінекей мені Айжан Нұрмағамбетова деп ешкім есіне ала алмағанда, ана мен деп ойла кетті дейді. Сол сөйтіп айтатынды, мінекей сазгер әншіні іздейтін. Қазір әншілер сазгер іздеп жүреді. Ал таба алмаса өздері жаза салады. Әнінде, сөзінде. Қазір деген артистеріміз көп. Талантты, дарынды. Димаш, Қайрат Түнтеков, Алишер Каримов, қазіргі Әміре, қаншама әншілер. Индира Елубаева мінекей. Бірақ бір жағынан шетелге ғана барғанда, сонда ғана кішкене танылады. Сонда біздің жоқ. Танылғаны бәріміз білеміз, бәрі бір-бірін таниды. Бірақ үкімет жағынан кішкене көмек сонда ғана келеді. Біздің кезімізде одан да қиын болған, неге десеңіз, тағы да неге. Біздің заманда қиын болған, қазір деген өзің жолыңа, заявкаңды өзің берсең, жолыңа бәріне қаражатты тапсаң, бара бер конкурстарға, А біздің кезімізде ондай болған жоқ. Тек қана рұқсатпен, тек қана мәдениет министрлігі жіберсе, сонда ғана бара аласың. Ал қазір бізде перестройка деген нәрсе өте, біздің 10 жыл, 15 жыл өмірімізді жеп қойды деп айтуға болады. Жеп қойды, қиын заманда болды. Не дай бог жить в эпоху перемен деп сөйтіп айтады ғой. Ал қазір кішкене кім көп? Әншілер көп. Кім көп? Актерлер көп. Менің Сергей Шабунин деген дизайнерім айтады. Біздің Қазақстанда қазір дейді, кім дауысы болса әнші болады, дауысы болмаса киноактер болады, ал дауысы да болмаса киноактер болмаса, онда дизайнер болады деп сөйтіп айтады. Мінекей біз осындай Қазақстанның заманы болып кетті. Бірақ бізде бәрі жақсы болады деп есептеймін.
бәрі керемет болады деп есептеймін. Жастарымыз көп, жамандауға болмайды. Бірақ тек қана өзі көрерменнің, тыңдаушылардың мінекей вкус дейді ғой, сол жағы. Тек қана бір жаққа кетпей, той ғана жаққа кетпей, айтады ғой, мінекей мен қалай тойларға шығып жүргенмін, концерттер болмаса, тек қана тоймен күн көреміз ғой. Сонда тойға шақырмаса, түсінікті ғой енді, шақыру үшін не істеу керек? Онда қыз ұзату болғанда қыз ұзатуға арналған ән керек, соңында әкететін ән керек, сосын мен күлем ғой, Піштергенский деп айтамын. Тұсаукесер. Жоқ. Тұсаукесер ол басқа. Піштергенский деген ол сүндет тойға арналған, тұсаукесерге арналған сондай әндер болмаса, онда тойларға көп шықпайсың. Сосын кішкене жеңіл жол іздеп жүрген әншілер де бар. Ол бір жағынан әрине жаман емес. Бірақ ол деген жеңіл жол, ол жол дұрыс жол емес қой енді. Ол деген шетелде хит болған әндерді қазақ тіліне аударып айтып жүрген ол дұрыс емес деп есептеймін. Ол деген бүкіл әлемде хит болған ән, соны тек қана қазақ тіліне арналған. Олар кімдер? Айтпай-ақ қойыншы бәрін білесіздер ғой енді қаншама. Бір әнші айтты, менің кінәм жоқ деді, мен 4 ғана әнді алдым дейді. 4 ғана әнін алдым дейді. Мен кінәм жоқ қой енді, олар хит болып кеткен дейді. Қалай хит болып кеткен? Олар бүкіл әлемде хит болды ғой. Сен хит әнді қазақ тіліне арнап, аударып, сөйтіп айтып жүрсе, ол деген керемет ақша жағынан. Халық кішкене ренжіп жатыр. Ой, артистер, әншілер дейді. Тойларға барып, сондай ақшаны алып. Құрметті көрермендер, құрметті тыңдаушылар, ондай әншілерді тағы да бір қолдың саусағымен санар, басқалары күн көріп жүргені, олардың гонорарлары көп емес. Мен де жүрмін ғой, мінекей, на вкус и цвет деп. Әрине бүйтіп отырмайым ғой, шіреніп енді, бара берем енді. Қарапайым халықта, ал достарымызда біз тегін шығамыз ғой енді. Бір-бірімізге барамыз, солай ғой енді. Менің де тойым болғанда, менің де балам ұлым үйленгенде маған да келді ғой бәрі. Еще конвертмен келді. Ал енді осы карантин кезінде той тоқтағанда не істедіңіз? Қиындық келді ма? Анам мені ұрысқан, неге шауып жүрсің, неге басқа әншілер сияқты онлайн концерт бермей үйде отырмайсың деп. Мен бір жағынан Айжан Нұрмағамбеттің мінезі кішкене басқаша. Мен Айжан сахнадамын. Өмірде мен Айтжанмын. Айтжан болғаны ер азаматтың есімі болғасын, мінезім де кішкене ер азаматтың мінезіне ұқсайды. Мен үйде отыра алмаймын. Содан соң «Дорогу молодым» деген балалар үйлерінен шыққан арналған сондай фонд деген бар ғой. Сонда сол балалар мені шақырғанда 3 ай мен волонтер болдым. Волонтер болғанда жай суретке түсіп алған емеспін. Бір коробканы алып, суретке түсіп, медаль алып, ондай волонтер болған жоқпын. Ондай әншілер бізде көп қазір. Біздің қасымызға келіп, коробканы ұстай тұрып, бір үйге аппарат салып, сонда медаль алғанда ондайлар көп. Біз 3 ай жұмыс жасадық. Үлкен кісілердің үйлеріне, балалар көп үйлеріне, жалғыз аналардың үйлеріне көп көрдім. Кемшіліктер көп болды. Мінекей қазіргі заманның, аяймын. Содан кейін мінекей 4 жыл, мінекей биыл 5-ші жыл мен өзімнің телевизиялық, республикалық музыкальный балаларға арналған фестиваль конкурсым бар. Ол деген бақыт деген сенің бала күндерің деген сол фестиваль. Биыл мінекей юбилей дейді ғой. Сондай өткізуге Құдай қаласа, Алла берсе өткіземіз енді. Мыңда бір рахмет, менің қасымда 4 жыл биылда болады деп есептеймін. Бек Оралбеков деген өзі әнші, өзі сазгер. Мінекей кім ол деген, маған арман деген әндерді білсеңіз, Бауыржан Исаевқа жазған тейін деген, менде де қаншама әндер, ол керемет бэк-вокалист. И мен сол балалармен, индивидуально сол балалармен жаттығу 20 күнде. Өзінің де балалары бар, өзі Проспект тобының әншісі. Анау GCS-пен бірге қайындыда отырған жайнайды деген сол Бек Оралбеков, Jazz City'де айтқан сол Бек Оралбеков менің қасымда, мені тастамай Саша Шевченко деген Бек Оралбеков, екі жігіт осы 98 жылдан бастап осы кезге дейін мінекей мені ешқашан сен Картайдың кет деп айтқан жоқ, маған Айжанка деп жүретін жігіттер. Содан соң мінекей мен өзімді Картайдым деп есептемеймін. Мінекей биыл тағы да 5-ші
юбилейный сезон болайын деп тұр. Алла қаласа, иә. Алла Үлкен бұйырса. сахнада жүргеніңізге 40 жыл. 40 жыл. Иә, енді мына мәдениет және спорт министрлігінің жұмысына көңіліңіз тола ма? Мен білмеймін, олар мені білетін шығар, танитын шығар. Білмеймін. Мен 95-ші жылы еңбек сіңірген артист деген атақ алғам. Содан кейін 95-ші жылдан бері одан кейін атақ алмадыңыз. Жоқ, әрине. Мінекей сұмырай келсе су құриды дейді ғой, енді халық артист деген атақты алып тастады ғой. Қазір деген әжеде қайраткер. Қандай қайраткер түсінбеймін. Министрдің қолтаңбауымен қайраткер ме, президентіміздің қолының жазған қайраткері ме? Қайдан білейін? Мына Арыстанбек Мұхамедиұлы министр болып тұрған кезде де ешқандай атақ ішінге бұйырмады ма? Достарыңыз сияқты еді ғой, біз білуімізше. Қандай атақ? Халық артисті бізге бермейді ғой, біз енді еңбек сіңірген артист болған соң. Енді қайраткерді бізге бермейді. Тек қана қалғаны ол деген медаль дейді, сондай орден деген, сондай құрмет, парасат, сондай. Бірақ мен білмеймін, мен ешқашан айтып жүрмін ғой, бәр сұхбаттарды айтып жүрмін, мен ешқашан мәдениет министрлігінің есігін ашпаған әншімін. А неге бармайсыз? Мүмкін бару керек шығар. Не үшін бару керек, сұрайын ба? Қалай барайын? Бар. Жоқ, тұра. Ағамыз енді мен 25 жыл болады. Мінеке 40 жылдың ішінде 7 жыл мен Омада, керемет музыканттармен Тахир бар, Фархат бар, Антипов Валера бар, Яков Николаевич Хан бар, Юрий Парфенов бар, я не знаю, Миша Джураев бар. Қандай музыканттармен жұмыс жасадым. О жерде мен жазды айттым бәріне, оқып жүргенде, университетте 5 жыл оқып жүргенде, сонда 5 жыл істедім. Содан кейін 2 жыл эстрадалық студияға барғанда, бірінші менің педагогым Надия Абдрахмановна Шарипова болған, жарты жыл Надия Абдрахмановна болды, бірақ сол өзінің жұмыстарымен кетерде мені Лаки, возьми мою девочку деп, ол кезде девочка деген кішкентай уже ұлым болған. Ну енді жас көрінсең, енді возьми мою девочку деп сөйтіп айтқанда, Лаки Константинович, басқаларға мен сені тастамайым деп сөйтіп айтқан. Сонда мінекей Надия Абдрахмановнан кейін мен Лаки Константинович Кисоглуның шәкіртім. Сонда мен келгенде айтатында, сен телевизормен көрсетіп жүр, сен не үшін келдің деп. Біздің айтайын, сол кезде Советский Союз кезінде, Совет одағы кезінде қағаз керек еді, сенің музыкалық білімің бар деген. Осы кезге қазір мен келді, оған ондай болмаса, мен деген поющий телерадиожурналистка деп айту еді. Бірақ қартайсам да 2010 жылы Жүргенов атындағы академияға түсіп магистратураны бітірдім. Арыстанбек Мұхамедиұлы ректор кезінде. Мен кіріп шықтым. Сол кезде ректор болғанда, бізге осындай сіз сияқты әншілер керек деп сөйтіп айтты. Мінекей сол 2010 жылы түсіп, 12 жыл бітірдім. Бітіргенде мен деген бәрі маған таң қалған. Мен бір сабақты жібермейтінді. Оқыдыңыз кәдімгідей? Оқыдым кәдімгідей. Мен енді дипломды өзім жаздым, бәрінде жазатын. Сонда айтатынды, вы пишете как журналистка, нужно писать как ученый деп сөйтіп айтады. Вы же ученый, хотите заниматься наукой деп сөйтіп, сондай претензия болған, а так басқа деген бәрі таң қалатында мен. Гастрольге концертпен бір жаққа кетіп қалсам, сонда келіп, ана пропущенный лекцияны алам ғой, сонда бәрі таң қалатын. Менің ол кезде жетекшім, руководитель дейді ғой, Мухамбетова деген керемет профессор, әйел айтты, ну что, давайте в докторантуру деді. Я говорю, как деді, ну а кто, если не вы деді. Маған айтады, благодаря вам я поменяла свое мнение об эстрадных певцах и особенно о блондинках деді. Ну ол деген бір жағынан керемет комплимент. Я сказала, ну конечно, я же крашеная блондинка деп. Сонда крашеная блондинка Айжан Нұрмағамбетова магистратураны бітіріп енді магистр болып жүрмін. Сахна бір жағынан, мінекей 2010 жылы өкінішке орай Шөмішбай ағамыздан айырылып қалдық. Сол 2010 жылы сахнаға арналған 3 әнім болған. Бірақ олар тойларда айтатын әндер емес. Мінекей сондай ғой, концерттерде айтатын әндер. Сонда мен Шөмішбай ағаға келіп айтқамда, біздің әртістердің жолы, біреулер тойларда бүйтіп жүреді деп. Тойға шығу үшін, концертке шығу үшін, керемет киіну үшін, әндерін жазу үшін, оған бәріне қаражат керек қой. Ал қаражатты тағы да концерттермен, это замкнутый круг деп сөйтіп айтады ғой. Сонда
қолың түскенде, когда опускаются руки, когда энергетика на нуле, когда вот это все, и ты не знаешь, как поступить, что оставляет тебя в этой жизни? Өмірде қаншама қиыншылықтар болады, е? Мы теряем близких. Асқар таудай әкемнен айырылғанда, ерте кетті шашы ағармай кеткенде. Сонда махаббат жағынан да қиыншылықтар болады ғой. Енді сахнаның артында жылап тұрғанда, сахнаға шыққанда жарқырап шығу керек қой. Сол сахнаға арналған Шөмішбай аға сөздер керек деп. Айттым бәрін бүйтіп. Мынандай да болды, мынандай да болды, мынандай да. Сонда керемет сөзін жазып берген. 5 рет жазды. 5-ші рет мен айттым. Аға, енді керемет болды деп. Сонда маған айғайлайтынды. Сен кімсің бәрін орысша бітіріп? Сен кімсің? Мен Қазақстанның Пушкинімін деп сөйтіп айтатынды. Сонда айналайын сахна деген әнге сөз керемет жазды. Мінеке музыкасын Бек Оралбеков деген тағы да жазды. Сонда керемет сөздер бар ғой. Айналайын сахна деген. Айналайын сахна. Алып жүрсем арман не? Кір келтірмей атыңа. Бас иемін алдыңа, сахнаның салтына. Мың мәрте бүгін мен рахмет айтам халқыма деген. Қандай сөздер? Өмір сүргім келмегенде дем бердің сен сахна деген. Қалған осы ғұмырымда менің үйім сахна, менің күйім сахна. Сондай сөздер. Сол әндерді тойға апара алмайсың. Апара алмайсың ғой. Дұрыс айтасыз. Мен бір жағынан музыканттардан ұялам. Бәрі айтады, ну что тебе стоит деп, бір Юлия Лебедева деген композитор, қаншама әндері бар менде. Сол айтатында, бір кезде бір молдавский бар ғой, әнін жіберіп, тойларға арналған ән деп. Міне, мынаны істеп қойш, тойлардан шықпайсың деді. Мен айттым, мен ұялам деген. Қандай керемет музыканттар, жазы музыканттар. Бір Виктор Хаменковтан, Яков Николаевич Хандан, Эдуард Шаршаев деген, сондай керемет музыканттардан қалай мен ұялам ғой, сонда айтым істей алмайтын шығарым деген. Сонда 2 жеті өткеннен кейін телевизорның естідім ғой, тәм, істеп алыпты. Мінеке солай. Айжан ханым, сізбен осы бүгінгі сұхбатымыздың, осы жерде сұхбаттасып жатқанымызға және жер жанаты жетісу жобасы қолға алынып, Алматы облысының 20 жылдығы мен еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдық аясында осы жер жанаты жетісу деген үлкен жоба қолға алынды. Бұл жобаның қолдаушысы мына сіздің алдыңызда тұрған BB Partners компаниясының өнімі саумал. Жаңа мен сізден сұрап отырмын ғой, биеден сауылған табиғи саумал ішіп көрдіңіз бе деп. Сіз оны енді кішкене қиындық тудырады дедіңіз, оған бару керек, немесе ол алыста, қаланың сыртында болуы мүмкін. Ал енді мынаны BB Partners компаниясы өте капсула түрінде өте қолайлы ғып шығарып отыр. Саумал денсаулыққа өте пайдалы екенін өзіңіз білесіз. Әрине білемін. Іш құрылысқа күш қуат береді. Ас қорыту мүшелеріне өте пайдасы зор. Мынау нағыз сізге қолайлы өнім деп ойлаймын. Әрине. Мына саумалды мен өзім ішіп жүрмін, кәдімгі бойға күш қуат береді. Шаршамайсыз. Мына әсіресе жасы келген адамдардың буындар, тізелер қақсайды ғой, соған бірден бір ем болады. Бүгін осы біздің бүгінгі жер жанаты жетісу жобамыздың демеушісі, қолдаушысы BB Partners компаниясының саумалының біреуін сізге сыйға тартамыз. Ал мен айтатыным, Марал, мені білмейді дейсің бе? Мен білем. Бірақ мен осы іздегенде Google деген нәрсе бар ғой. Google'ды ашсаңыз, онда саумал деп жазсаңыз, 10 шақты, 20 шақты саумал шығады. Түрі көп. Әрине, түрі көп. Бірақ мен солардың ішінде тапқаным осы BB Partners'тың саумалы. Содан соң менің айтатыным. Мен айтып отырмын ғой, 2 рет бала кезімде, сосын 99 жылы болған пневмония деген нәрсе. Мінеке коронавирус деп пневмония. Қазіргі мінеке әнші ретінде жүрмін ғой, бірақ мен ешқашан бір пирамидаға, бір викторинаға шыққан жоқпын. Мені реклама деп есептемесін көрермендер. Мен рекламада ешкім көрген де жоқ. Бірақ мынау нәрсені мен өзіме де, анама да сатып алғам уже деп айтуға болады. Қолданасыз. Қолданам. Неге десеңіз, мінеке айттым ғой, 20 шақты, 10 шақты көрдім, Google'ды ашсаңыз. Бірақ құрметті көрермендер, Айжан Нұрмағамбетова әншіге сенсеңіз, ешқашан ешкімге жарнама жасаған жоқ. Айжан Нұрмағамбетова
мінекей осы саумал деген нәрсені мен сізге кеңес бересіз. кеңес берем. Иә. Алыңыздар. Иә. Өзім де ішіп жүрім, анама да алып ішкізіп жүрім. Неге десеңіз, ол деген керемет. Мінекей 1 айдан кейін, 2 айдан кейін мен шығатын шығармын. Менің айтатыным, копий много, оригинал один. Саумал. BB Partners. Айжан ханым, бүгінгі осындай тамаша табиғат аясындағы сұхбатыңызға үлкен алғыс айтам. Енді Алматы облысының 20 жылдығы мен еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына деген құттықтауымыз. Дорогие жители Алматинской области и особенно этого прекрасного заповедного места Жетісу, я поздравляю вас с 20-летием, с великолепным праздником, 20-летием Алматинской области. А всех казахстанцев я поздравляю с 30-летием независимости нашей великолепной, прекрасной страны Казахстан. Саумал аламыз, саумал! Саумал аламыз, саумал! Саумал аламыз, саумал! Көшірме көп! Оригинал! Біреу! Айжан ханым, бүгінгі бағдарламамыздың аясында өзіңізбен бір ойын ойнағымыз келіп тұр. Ойынға қалай қарайсыз жалпы? Жаман емес, жақсы. Енді әлеуметтік желіде барсыз, өте белсендісіз, тиктокқа қалайсыз? Ой, тиктокта бармын ғой. Енді мына ендеше мына ойын сізге бөтен емес, тиктоктағы өте белгілі ойындардың бірі. Солай ма? Иә. Әттең мен көрген жоқпын. Мына жерде сусындар берілген, соның дәмін татып көресіз дағы, ажыратасыз. Анықтауыңыз керек ненің дәм екен. Негізі дәм сезу мүшеңіз қалай? Жаман емес, бірақ мына жерде жеңіл сусындар болса, онда қиын болады. Енді көрейік енді қазір. Ал бастаймыз ба? Бастаймыз. Ал бастайық, мынадан бастаңыз. Бісміллә деп. Біріншісінен бастаңыз, ал сәттілік сізге. Сәттілік дейді. Қазір. Бір ұрттам ғой, е? Бір ұрттап дәмін көресіз, е? Ішу мақсат емес? Ұнаса бәрін аяғына дейін ешіп қой. Болады. Қалай екен? Таныс па? Ащы ғой. Мынау не? Апашы. Томатный сок деп айтайын десем, ішінде бұрышы да бар, тұзы да бар, ащы. Таныс дәм. Таныс. Таныс дәм. Демек ішесіз сіз бұны. Дәмін татып көргесіз. Бұл? Коробкада оны бич пакет деп айтады ғой. Иә! Соны студенттердің бич пакет деп сөйтіп айтады. Бірақ бір жылда, бір айда бір рет өзімді сағынғанда соны алам. Бірақ мен мына ащысын көп қоспаймын. Біреуін ғана қосам, бәрін жолдасым өзіне қосады. Менің жолдасым тамақ ішкенде қытайлар мен корейстер отдыхают деп айтады ғой. Бәрекелді. Онда сонымен бич пакет. Мінеке, оказывается Қытайский лапша болды. Ладно, қытайлардың Молодец, жарайсыз, күшті таптыңыз. Келесін кеттік. Су ішесіз бе? Жоқ, керек жоқ. Сіз үшін дайындап қойғанбыз, новый. Бұл да енді таныс сізге. Огурцының ана рассол дейді ғой. Біріңізге Көрдіңіздер ме? Таңертең бас ауырғанда ішетін. Бірақ біз өзіміздің қазақтың тағамын таң деген сусын бар ғой. Соны ішеміз енді. Кішкене өте көп ұзақ демалғанда, сонда таңертең осыны өзіміздің қазақтың тағамын ішеміз. Мінекей. Кеттік, жарайсыз, келесін. Даже без промывания деп. Опа! Опа! Ал, өзіңіз, еркіңіз. Жұдалсаңыз жұда, жұтпасаңыз да. Мынау май ғой. Ненің майы? Білмеймін. Май? Картоп жарить етеді. Иә! Сұйық май. Сұйық май. Тамақ жасайтын май. Рахмет айналайындар. Бұл тиктоктағы ойын. Содан кейін. Әттең тиктокта сол ойынды көрмеппін. Келесін. Май емес. Бірақ не екен? Кәз. Бұның жаңағы. Кішкентай кезімізде. Иә.
Кішкене мен бірінші Алматыда туып өскенмін. Базарға барғанда, бірақ ішкенде сезілмейді. Бірақ жұтқанда сезіледі. Дәмі. Қаныс дәм. Ана пісірілген ол кукурузаны қалай қазақ? Жүгері ме? Ана сол. Бірақ оны біз ана жегенде ғана, жұтқанда ғана соның дәмін білесіміз ғой. Демек бұл? Мынау сол жүгердің Сусыны. Иә. Бірақ біз одан сусын жасамаймыз ғой біз оны. Науайында не деген? Тұзды сеуіп кішкентай бала кезімізде соны жеген. Шайнап. Сонда ғана түсін, сонда айтып отырмын ғой, жұтқанда ғана сезіледі. Сол дәм. Сіздің балалық шағыңыздың дәмі болды? Балалық шағымның дәмі. Келесіге кеттік. Бісміллә деп. Бәрі съедобный. Шпроты ма соның? Тағы да майы. Шпротының майы. Дәл таптыңыз. Копченый наоборот шпроты. Аузыңды шаймайсың? Салып кеттік. Соңғысы қалды енді Айжан апа. Бісміллә деп. Ну, надеюсь, это хоть виски деп. Ну да, давайте. Надеюсь, я тоже надеюсь. Нагимамыз айтады ғой, на халяву пригласили, даже не налили деп енді. Давайте. Мы налили вам. Пожалуйста. Соя! Дұрыс па? Дұрыс! Жарайсыз. Ал енді жұтсам не болатын еді? Асқазаным до свидания еді. Асқазанды. Мен айтқамды, менің жолдасым, өзім де, анау биографияда, сіздің ең сүйіп жейтін тағамдарың дегенде, сонда корейская кухня мамин бешбармақ деп жазғам. Енді қытайлардың, корейстердің менің бәрі сол тағамдарын маған аш-ашы, оны менің жолдасым жақсы көреді. Менің жолдасым тамағы шейін дегенде, корейстен китайлар отдыхают, демалады деп сөйтіп айтам ғой. Бірақ мен емес қой. Бұны қазының сорпасын неге қойып қоймадыңыздар? Сіз оны бірден біліп қоясыз ғой? Біз сіздің жаңа дәм сезу мүшеңізді көрейікші осы деді. Ойын ұнады. Бәрекелді, иә. Қалай? Мен қалай болдым? Бірінші орын ба, гран-при ма? Гран-при. Сізге гран-при, бізбен ойнағаныңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Әрдайым жеңіске жете беріңіз. Аумин деп айтайық. Саумал. Жүрегім соған балқыған, таңдарға қарап қол созып, тауларға қарап талпынам. Жұрсаны жұпар аңқыған, жүрегім соған балқыған. Махаббатым бар қыранның, қанатындай боп. Жұмақтай жерім, көгілдір көлім, аспандау белім. Құрмадай қыздар, құлжадай ұлдар, ай мен күндей жарқырап.